Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша болашаққа саяхат, армандар орындалады тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу, өлең жазу. Шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Дескрипторы: өлеңді зерделеп оқимын, қателерді тауып түзетемін. Балалар, мына суреттерге қараңдаршы. Өткен замандағы адамдар болашақ туралы нені армандауы мүмкін? Мысалы, бірінші суретте сиырдың көмегімен жер жыртып, егістік алқабын дайындауда. Екінші суретте көшіп бара жатқан адамдарды байқаймыз. Ал келесі суретте егінін өз қолымен теріп, жинап жатқан байқаймыз. Соңғы суретте май шаммен кітап оқып отырған адамды байқадық. Бізде қазір техниканың дамыған заманы. Сол өткен замандағы адамдардың армандары орындалған сәт. Өткен күндерді қазіргі өмірмен салыстырып әңгімелеңдер. Енді осындай армандарды негізге ала отырып, өлең жырларын жазған ақынмен таныс болайық. Бүркіт Ысқақов 1924-1991 жыл аралығында өмір сүрген ақын. Қарағанды облысы Нұра ауданы Көкмөлдір ауылында дүниеге келген. Оның «Отан», «Сенің отаның», «Кім жүрек» тағы да басқа өлеңдері бар. Ол орыс ақындарының шығармаларын қазақ тіліне аударған. Оның өлеңдері орыс, өзбек, татар, тағы да басқа тілдерге аударылған. Ендеше Бүркіт Ысқақовтың «Қанатты қиял» өлеңін түсініп оқыңдар. Тыңда. 91-ші сабақ, тақырыбы армандар орындалады. Тыңдаңдар, қазақтың жастарына ақын қандай өсиет айтып бата берді. Өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша, жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді, отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай. Біз де бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көк шөптей, жаңа өспірім достарым, қатарын кетті-ау алысқай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды, өнер жігіт көркідеп, ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Ыбырай Алтынсарин. Тыңдаған және оқыған «Қанатты қиял» өлеңдеріндегі ойлары ұқсас кейіпкерлер кімдер? Ақындардың арманы орындалғанын қалай дәлелдейсіңдер?
Балалар, осы бойынша дәлелдеу жұмысын жүргізіңдер. Үй тапсырмасы. Қорытындылауыңдар. Баланың мамандық таңдауына не әсер етті? Және де айтылуы мен жазылуына байланысты кестеден қате сөзді тап. Осы айтылған тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.